Ең бірінші Google аккаунтымыз арқылы WebAR Studio деген сайтқа кіреміз. Начать бесплатно басып, создать проектті басамыз. Осы жерде браузер батырмасын басамыз. Осы жерде пустой шаблонды таңдаймыз. Я болмаса аст жағынан өзіңізге керек шаблон таңдап аласыз. Мен дайын тұрған шаблонды таңдадым. Осы жердегі сөздерін, видеоларын, суреттерін өзгертуімізге болады. Барлығын тек өзгертіп шығамыз, өзімізге керекті қылып. Мысалы, мен бұл жолы өзім туралы мәліметтерді жазып шықтым. Ал енді суреттерді өзгертетін болсақ, суреттің үстін басып, оң жағындағы изменить фото деген жерді басамыз. Осы жерде загрузить фото деп, өзіміз галереяда керек суретімізді загрузить етеміз. Бізде ол форматы сәйкес келмеуі мүмкін. Егер WhatsApp-тан қиылып алынған болса, форматы сәйкес келмейді. Сондықтан качествосы жақсы суретті алып қоямыз. Бізде енді беттер, бұлар сол жағында тұрады. Сол жағындағы беттерді ішіне кіріп отырып, видеоларымызды өзгертуімізге болады. Ол да жаңағыдай оң жағында тұрады. Изменить видео деп, өзіміздің видеомызды загрузить етіп, жүктеп аламыз. Жүктегеннен кейін әрбір ұяшыққа кіріп отырып, астындағы сөздерді өзіміздің қалауымызша өзгертіп аламыз. Барлығын өзгертіп болғаннан кейін жоғары жағында опубликовать деген батырманы басамыз. Сол кезде біздің QR-код дайындап береді. Сол QR-кодты сканерлеу арқылы біздің слайдымызды ала аламыз.